10 қараша күні Азия Промоушн және Тұран университетінің қолдауымен әуесқойлар арасындағы бокс және ММА шеберлері өзара бақ сынасты. 12 бокс және 10 ММА жекпе-жегінен тұрған кеш көптің көңілінен шықты деп толық сеніммен айта аламыз. Жарыста ел мақтаныштары да бой көрсетті. Солардың бірі Сидней Олимпиадасының чемпионы Ермахан Ибраимов ағамызбен сұхбаттастық. ММА соңғы жылдары өздеріңіз білесіздер, өте қарқынды түрде, популярны түрде дамып келе жатыр, Қазақстанда да, дүние жүзінде де. Сондықтан да сол көштен біздер де кеш қалып қалмайық деп осындай турнир ұйымдастырып жатырмыз. Бұл турнирдің болашағы зор болатынына мен өз басым кәміл сенемін. Қазақстан және дүние жүзі осы спорттардың түріне мықты дамып, Қазақстанның боксшылары немесе ММА спортшылары мықты болып, чемпион болып Қазақстан намысын көтереді деген ойдамыз. Жалпы томағасы жаңадан сыпырылған жастардың спортқа деген құлшынысы көңіл қуантады. Елдің оң жамбасына келетін бокс айтпағанда, ММА-дің қарқынды дамуы болашағының жарқын екенін көрсетті. Жарыстың мән жайын ұйымдастырушы Нұраддин Садықов толығырақ айтып берді. Турнирдің басты мақсаты Қазақстанның түкпір-түкпірінде жүрген жас боксшыларды және жас ММА жауынгерлерін тауып жарыққа шығару, соларды көрсету, халықаралық ареналарға шығару. Негізгі мақсаты сол. Жылдың соңына дейін тағы 2-3 турнир өткізбек үлкен. Оның ішінде желтоқсан айында балуаншылық спорт сарайында үлкен турнир өткізу жоспарда. Келер жылға бір 20 шақты турнир жоспарлап отырмыз. Оның ішінде 6 өте ірі турнир болмақ. Бұдан бөлек енді америкалық батыстық промоутерлік компаниялармен жұмыс жасауды жоспарлап отырмыз қазіргі. Азия Промоушнс, она является, скажем, новатором сейчас в данный момент. Почему? Потому что она выходит с инновационной рейтинговой системой. А вот сейчас это вот первые бои среди любителей, непрофессиональных бойцов. Вот. И ММА. В дальнейшем у нас запланированы бои уже среди квалифицированных боксеров именно по рейтинговой системе. Это инновационная рейтинговая система, которая сейчас планомерно в Казахстане будет у нас внедряться, использоваться. Это как альтернативная площадка любительскому боксу. И основной задачей этой системы – это выявление лучших бойцов, любителей и дальше продвижение на профессиональную арену и так далее. Кешті әуесқой боксшылар бастады. Табалтай Жәнібек Тасболат Ақжолды ұтты. Собан Даниил Явуз Саидтен басым түсті. Өз кезегінде Сулиев Исрафил, Құрманғазы Асқар, Руслан Ошқалиев, Айдын Асылбек жеңіс тұғырынан табылды. Құрманғазы, жеңіс құтты болсын. Көңілген қалай? Рахмет, жақсы, көңілген өте жақсы. Көп рахмет дайындаған адамдарға барлығына. Ой, өте жақсы өтті деп ойлаймын. Кеш көркен ММА жауынгерлері одан әрмен қыздыра түсті. Жабахир Кәрімжанұлы мен Рауан Омарбек шымылдығын ашқаннан кейін ел қызу қолдау білдірді. Рауан Керментай Айдын Кодиевтен айласын асырды. Алтынбек Магас Темірлан Тюзеповты нокаутпен ұтты. Кәрімжан Рузбакиев, Азамат Исмағұловтар жеңіс тойын тойлады. Жекпе-жек қалай болды? Жекпе-жек бәрі жақсы, ойдағыдай өтті. Сопернигім жақсы екен. Болашақ жоспар осы. Қазақтың атын шығара беру, осындай турнирларда әдемі бой көрсетіп, сол басқа. Алда үлкен жетістіктерге жете беру ғой. Қазақстанда алғаш рет бокс пен ММА жауынгерлерінің рейтингін жасау мақсатында ұйымдастырылған жарыс өз жалғасын табады деп толық сеніммен айта аламыз. Данияр Бексұлтан, Ринат Садықұлы, арнайы Тұран Чанел үшін.